Шетелге шықсақ, енді біз қазақпыз ғой, барлық адамдарға бір подарка алып келгіміз келеді, сыйлық алып келгіміз келеді. Кішкентай брелок болса да, бірдеңе алып келгіміз келеді. Міне осы круиздік лайнердің ішінен егер сатып алғыңыз келсе, шопинг-центрлер болады. Бұл жердегі шопинг-центрлер брендтер, яғни барлығымыз білетін Prada, Louis Vuitton, сондай қолыңыздағы тіпті Apple-дың бренді, міне осындай брендтер сатылады. Бірақ бұл жақтағы брендтер сіздің өзіңіздің қалаңыздағы брендтердің бағасы сияқты емес, оған қарағанда бірнеше есе арзан болып келеді. Не үшін? Өйткені сіздің қалаңыздағы брендтік компаниялар ол офлайн точка болғандықтан, бір зданияның ішінде тұрғандықтан, оялдың налогы бар, міне солардың барлығын бағаға қосады өзінің сататын тауарларына. Ал лайнердің ішіндегі шопинг-центрлер ол жақта налог төлемейтін болғандықтан, судың үстінде бір жерде тұрмайды, былай жүріп жүретін болғандықтан, ешқандай да налог төлемейді. Сол себепті ояқтағы заттардың бағалары ең төмен бағада сатылады.